Күн яхшы булсын, аяулы Ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында өнерлі ясларымыз деген бөлігімізде бүгін бізде қонақта Ноғай районының Бораншы ауылының міне деген білімлі, өнерлі сұлу қызы Эльфида Ярысова. Яңларда Эльфида Ярысова маға келді, өзінің ятлауларын көрсетті. Мен бек тамаша еттім, әжейіп еттім. Не үшін? Неге десе, оның түрк тілінде yazылған ятлаулары бар еді. Мен оны сұраймын, сен түрк тілінде ятлау қайдып жазасың? Менше аңламаймын түркшеді. Тек онда Анкара қалада біздің аданастарымыз бар, Ноғай аданастарымыз, Джемил Сүтбаш, Ноғай дерінігінің етекшісі, Джем Арслан аданасымыз, басқалар бар. Олардан сорайық, оларға жіберіп қарайым ятлауларыңды деп. Онан ықтиярыл алып ятлауларын Түркияға жібердім. Джемил аданасымыздан жауап келді. Ятлаулары бек ару, тайдырғандай зат жоқ деп. Сол затқа біз бек сүйіндік. Мен ойладым, біз Эльфидады шақырайым радиоға. Біздің радио тыңлаушылар да есітсін, сондай өнерлі қызымыз түрк тілінде ятлаулар да yazады, Ноғай тілінде сүйеді, тарихын да сүйеді, о аз болса англишше де сөйлейді. Эльфида қызымыз, сені қош көріп аламын. Біздің Ноғай ел радиосында саға сөз бермей сүйемін. Сау болыңыз, Сәлмет Ахматовна, амансыз ба, аяулы радио тыңлаушылары. Ақиқатлайды, Москвада түрк тілінің англишше тілінің курсларында оқыдым. Англишше тіліне Сара деген қысқа аяқлы үйреткен. Түрк тіліне де бек ақылы әдем бізді бәрі затларына да, поэтларына да, әдетлеріне де үйреткен, грамматикасына да. Сен со түрк тілінде ятлауыңды бізге оқып естірсен қалай олар еді әлі? Естірейм, бұл әлі оқаяқ ятлауым. Мәнесін Ноғайша аңлатасың. Бұл әлі оқаяқ түрк ятлауымның мәнесі, сен әдемге керек болсаң, оға бір затта енгел болмайды деген мәнесі бар. Ораулық болмайды, Ноғайша? Ораулығы yok. İnsan isterse her gün gelir. İsteyen meşgul olduğuna rağmen 5 dakika bile bulup sesini duymaya ister. İsteyen erkenci kuş gibi arar. Sonra da uyuma der. Çünkü daha geri arayacak. İsteyen seven yalan söylemez. Çünkü saklanacak bir şey yok. İsteyen seven bırak doğum gününü unutmak. Seninle birlikte geçirir onu. İsteyen seven sebep vermez sevilmediğini düşünmeye. İsteyen seven bugün ne yaptığını, yapacağını, ne yapıyor olduğunu ezberler. O her zaman yanında olur. Aranızda kilometreler olsa da. O senden emin olur ve sana da aynısını hissettirer. Çünkü sen ona gerçekten lazımsın. Әлемет, мен мәнесін сен сесіңнен жүрегіммен сезіп тұрмын, қайда әру сезімдеріңді салып yazғасың. Әлді бір ятлауыңды оқы бізге қызықлы, біздің Түркияда аданастарымызға. Aşk, birlikte her şeyin üstesinden gelmek, kalmak, ayağa kalkmak, affetmek, geliştirmek, güvende olmak, takdir etmek, sadık olmak. Aşk, birlikte tüm zorlukları atlatmak. Sevmek, başkasının ruhunu görmek. Sevmek, başka bir insanı daha mutlu etmek için dizgisin bir arzu duygusuyla kendinizi çözmek. Ona destek olmak, onun yaşam çizgisi olmak, onun ışık feneri olmak. Sevmek, güzel bile olmayan bir başkasını görmek. Zayıf, güçsüz olsa bile ama ondan vazgeçmemek. İlgini vermeye devam etmek, elini sıkı tutup her şeyi birlikte yaşamaktır. Bu yatlаудың мәнесі? Bu yatlаудың мәнесі de süyüm. Мен ойлаймын, yazған ятлауларым мәнелері süyüm ақында әдемге керек болса, бір затта оға ораулық етпей таған ақында. Ниетім бар Ноғайлардың затларын, тарихын yazbağa, yakında yazbağa yatlаулар, Ноғайлардың сөзлігін үйреніп, бәрінде
Ноғай Сонан тілде соң көп произведениелер, асырлар оқып, да, оқып, сонан соң ятлаулар язбаслармын деп ойлаймын. иншалла айтқаның болсын. Мен біліп, сенің бір ятлауыңды Жеміл Сүтбаш көшірген Ноғай тілге, сонда бізге оқып естірсең бір әрі болар еді. Жемил ақамыз менің бір ятлауымды көшірді, мен сізге оны оқимын. Көктен бұлыт кеткендей, сен есімнен кетерсің, аппақ қар ірігендей, озған күнде сіңерсің. Бұлыттан соң күн шығар, ойларымды йылытып, ер тесіп шәбден шығар, суық қысты ұлытып. Көр алмадың сүйімді, соқыр еді көзлерің, оқымадың сезімді, йылытпаға сөзлерің. Есітпедің сен мені, алыс еді ойларым, жүрегіңге етпеді саға язған йырларым. Аңлайсыма ендігі, аспанда құс көрмейді, ерде мұңайғаныңды. Еркенлікте ұшады, қанатларын кең яйып. Күнге yüzін ашады, арыған ол мұңайып. Мұңайтпа оны дағы бір. Әлемет ятлау, сен ятлауында сезіледі тілге сүйім, ашық сүйім мақында әрі деп айтасың. Бек спайы әрі тілмен yazылған. Мен ойлаймын, сенің әлді өнерің өсір, иншалла, ноғайларының ақында ноғай тіледі yazғандай күн боларса, не десе сенің ойларың терен, қанатларың бек. Мен ойлаймын, біз сені қанатландырып тұрсақ, біз міне ноғай шайырлер, біздің ясы оқамыз, не десе бүгінгі біздің өнерлі ясыларымыз, таңла біздің ертеңгі күнімізші. Соншында мен бек сүйінемін сенің өнеріңе, Эльфида. Енді ойлаймын, әлді бір оқисың ба бізге бір, яда бір өзің бір ойларыңды біздің Түркияда адынасларымызға түркше, англисше айтып боларсың ба? Не десе, біз орысша сөйлесек, тап-таза біздің ортақ тіліміз орыс тілі болса, олар англисше сөйлейділер. Сол көрді олардыға бір қызықлы болар деп ойлаймын. Ол англисше де, түркше де, оларға өзің жорауларыңды айтып кетсең. Sayın Cemil Sütbaş, Cem Arslan abilerim, başka Türkiye'de yaşayan noğaylar, size bizden büyük bir selam. Bağımız uzun ve kalıcı olsun diye diliyorum inşallah. İşleriniz sizge her zaman refah getirsin. Amin Allah. My dear older brothers, Cemil Sütbaş, Cem Arslan and other Nogais who live in Turkey, big salam to you. May our bond be strong and long. Әлемет. Sonunda da әлде bir kutu айтпаға сүйемін. Abilerime ayrı iletişimi kurmak, onlara ayrı teşekkür etmeyi istiyorum. Şu yaratıcı yolumu devam etmeye bana ilham verdikleri için daha da çok teşekkür etmeyi istiyorum Salimet ablama, yani size. Çünkü yolum sizinle başlandı. Bana büyük bir destek verdiğiniz için ben sizge çok teşekkür ediyorum. Birini anladım. Ben çok mutluyum kader beni böyle bir iyi, tertemiz kalpli insanlarla karşılaştırdığına. Noğaylarda bir söz var, bir zatqa sebep bolar degen. Bu kelimeler tam bana uygun diye düşünüyorum ben. İlk gün razılığımda bildirmege süyemin sizge. Ağa beylerime, Cem Arslan, Cemil Sütbaş, Cem Arslan mağa dedi, yatlaularыңды yaz, biz onu amal tauып dernekte jurnalға шығарармыз деп. Әлде бір өзімнің мұрадым бар. Басладым кітап yazып. Машалла. Мәнісін айтпаға әлі ерте. Шыққанда ойлаймын бәрді оқыған соң аңларлар, бек яратарлар деп. Неге десе бек қызықлы кітап болайық. Іштелігі қызықлы да. İlk razılığımda bildirmege süyemin sizge, Salimet Ahmatovna. Türkiye'deki adanaslarımızla tanıştırdığınız için siz men bәріңізді qanatlandırdınız, яңы ятаулар yazbağa көңілімді көтердіңіз. Сау болыңыз, мен сізге бек разыман, ісіңізді тек үстінліклер сізге yorаймын. Машалла, сау бол, сен де сау бол, сондай ятлаулар yazып, бізді сүйіндіріп тұрғанға. Ятлау yazғанда Эльфида, о ятлаулар қайтып келеді.
Аны біреулер айтады, мен ятлау жазушым кең шөліме шықпар екім, юлдызларға қарамар екім, я да күшлі ашуламар екім, я да сүймер екім дейді. Саға қайтып келеділер ятлаулар? Мен де олай естемен біреулерден ятлау жазғанда ашуланамын, йылаймын деп те айтадылар біреулер, сүйінемін дейді. Бір жерге барғанда көңілім ашылады дейді. Менде ондай зат жоқ. Мен өзім әлде аңламаймын қайтып, маға ятлаулар келеді ойыма. Олтырып язайым, олтырып мен әлі ятлау язайым деп олтырсам да, сөйтіп yazылады, ойлар келеді маға. Соның үшін әлде аңлап болмаймын. Яңы басыланы етір, әлде аңлап болмаймын. Мен ойлаймын, бұл Алла Тағалам берген өнер саға. Сол өнерің сен күн сайын өссін, иншалла. Алдыда сен жолларың ашық болсын. Сені сөйтіп тербиялаған атаңа, анаңа бүгін разылығымды білдірме сүйемін. Мен ойлаймын, сен тек өзің ауылыңның, районның өктемлігі туыл, Саулай Ноғай халқымыздың. Не десе, біздің Ноғай халқымызда сондай өнерлі ястар болса, біз нәсіпліміз. Сау бол. Аяулы радио тыңлаушылар, сау болыңыз. Бүгін бізді тыңлағаныңызға. Бүгін мен хабарладым Боранша ауылының өнерлі қызы Эльфида Ярысоваман. Оға үстінліклер yorayman. Бәрі біздің балаларымызға сондай үстінліклер, етіміслер, халқымыз ұлы, даңқлы болсын дүнияда. Аман тұрыңыз.